Қазіргі заманғы қоғамда емші балгерлерге қаралу әлде болса кеңінен таралған. Ауруды емдету немесе болашағын болжату деген сияқты әрекеттер адамдардың өзінің саналы таңдауы. Алайда ислам дінінде бұндай әрекеттер қатаң түрде тыйым салынған және ол үлкен күнә ретінде есептеледі. Бұл видеода емшілер мен балгерлерге жүгінудің зияны және ислам тұрғысынан бұл әрекеттердің дұрыс емес екендігі турасында талқыланады. Емшілер мен балгерлерге жүгіну адамдардың рухани әлеміне үлкен залалын тигізеді. Исламда бұндай әрекеттер Аллаға серік қосу ретінде қарастырылады. Себебі адамдар емшілер мен балгерлердің құдіретіне сеніп, Аллаға ғана тән болған қасиеттерді сол емшілерге таңады. Бұл әрекеттер адамның рухани әлеміне үлкен зиянын тигізеді, иманын әлсіретіп, жаратушыдан алыстатады. Емшілер мен балгерлерге жүгіну арқылы адамдар өздерінің ауруларына ем іздеп және проблемаларының шешімін іздеуге тырысқанымен, бұл әрекеттер оларды қате сенімге, иллюзияларға және тәуелділікке әкеледі. Адамдар емшілердің айтқанына сеніп, өз денсаулығын немесе болашағын дұрыс емес әрекеттермен басқаруға тырысады. Бұл өз кезегінде адамдарды ғылыми негізделген медицинадан алыстатады және солайша олардың өміріне қауіп төндіреді. Емші мен балгерлерге жүгіну көбінесе алаяқтықтың құрбаны болуға келеді. Көптеген емшілер науқастың әлсіздігін пайдаланып, олардан үлкен суммадағы ақшалар сұрайды. Ал бұл тек материалдық зиян емес, сонымен қатар адамдардың психологиялық және эмоционалдық жағдайына да теріс әсер етеді. Көптеген емшілер өз процедурасында емдеудің дәстүрлі емес және ғылыми негізі жоқ әдістерін қолданады. Бұл әдістер кейде ауруды асқындырып, денсаулыққа зиянын келтіреді. Дұрыс диагноз қойылмай немесе емделмей, адамдардың денсаулығы нашарлап, өлімге де әкелуі мүмкін. Ислам діні емшілер мен балгерлерге жүгінуді сынға алады. Бұл үлкен күнә әрі ширк, яғни Аллаға серік қосу. Исламның негізгі қағидасы бұл таухид, яғни Аллаға ғана сену және оған ғана құлшылық ету. Ал емшілер мен балгерлерге қаралу осы негізгі қағидаға қайшы келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да өзінің хадисінде балгерлерге жүгіну, емшілерге жүгіну, жұлдыздар арқылы болашағын ашу, сиқыр деген секілді нәрселерге жүгінуге қатаң тыйым салған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Муслимнен жеткен бір хадисінде, кімде-кім балгерлерге немесе көріпкелдерге барса және олардың айтқанына рас деп сенсе, ол Мұхаммедке түскен Құранға сенбеген болады деген. Исламда сиқыршылық пен балашу ауыр күнәлардың қатарына жататыны жайында айттық. Құранда Алла тағала былай дейді: олар сиқыр арқылы адамдардың арасына алауыздық тудыратын еді. Бақара сүресі 102 аят. Бұндай жағдайлар біздің күнімізде де кездеседі. Бір отбасының, бір әулеттің адамдары бір-бірін сиқырлап, дуа салып жатқанын көріп жатырмыз. Бұл аятта Алла тағала сиқыршылықтың және балашудың қоғамға, адамдар арасындағы қарым-қатынасқа және рухани өмірімізге зиян тигізетінін көрсетеді. Ақиқатында шипа беруші тек Алла. Құранда Алла тағала Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам сөзін келтіреді. Ол: Алла маған шипа берді. Шура сүресі 80 аят. Мұсылман адам барлық аурулар мен мәселелерде Аллаға ғана жүгінуі қажет және тек одан ғана шипа тілеп дұға етуі қажет. Егер осындай форматтағы видеолардың шыққанын тағы қаласаңыз, каналға тіркеліңіздер және өз пікірлеріңізді комментарияда қалдырыңыздар.